Dауысым жақсы естіліп тұр ғой сіздерге? Дауысым жақсы естіліп тұр. Және менің экраным көрініп тұр деп ойлаймын. Иә. Ана жобаны уже мен create жасадым. Біздің бүгінгі жобаның тақырыбы негізінде қандай жоба жасаймыз жалпы, да? Typing speed tester деген. Ол қандай жоба деп ойлайсыздар? Қандай мағына білдіреді? Typing speed. Жылдам. Typing деген типі скорости ма, тест деймін. Иә. Давайте функционалдарын жазып кетейік, иә. Мысалы пайдаланушы мысалы экранда бір мәтін беріледі. Сол мәтінді тереді, иә. Экранда мәтін беріледі, сол мәтінді тереді. Бұл бірінші функционалы болады жобамыздың. Жобамыздың екінші функционалы ол жазу жылдамдығы. Иә, сіздер қандай жазу жылдамдығы болады. Ол жалпы сөз барлығы минутпен есептелінеді. Есептеледі. Так. Енді сосын үшінші функционалы біздің терген мәтініміз бар. Соның дұрыстығы тексеріледі. Иә, дұрыстығы тексеріледі. Соңғы бір функциясы болды жобамыздың. Ол таймер іске қосылады да. Белгілі бір мысалы уақыт болады. Белгілі уақыттан кейінгі нәтижені көрсетеді. Түсінікті, жобамыздың жалпы функционалы осындай. Енді жаймендеп бастай берсек болады, иә? Так, давайте біздің жобамызға кірейік. Так, давайте бізде бір маңызды бір компонент болады жобамызда. Сол компонентті, как обычно, давайте әрқашанда осылай ыңғайлы болады бәрімізге. Компонент деген бір қапқаша ашамыз да, мысалы. Компонент папка болады, мысалы. И сол папкаға мысалы бір компонентті создадық. Бір компонент создадық. Мысалы ол мынандай typing тест болсын, typing тест деген бір компонент создадық. Бұл бір компонент. Мынау біздің басты компонентіміз, app.js. Осы басты компонентте давайте app.js-та біз не істейік? Хедерін бәрін алып тастап. Осы жерге осы компонентімізді жазасылайық. Компонент қосасылайық. Сейв жасайық. Әзірге импорт жасамай қояйық. Бірінші өзіміздің главный компонентімізді толықтырып, содан кейін неғылдыры импорт жасаймыз. Так, typing test.js компонентін кіремізде бірінші міндетті түрде импорттар жасаймыз. React керек бізге міндетті түрде React-та импорт жасаймыз. Use state импорт жасаймыз. User tag тоже импорт жасаймыз. Енді өзіміздің бір текст беріледі. Ол бір текстті давайте sample бір example бір текст деп алайық. Sample текст деген сияқты. И мынандай бір текст болсын мысалы. Қандай текст жазсақ болады? Давайте мысалы React is a ағылшынша жазайық. Is a popular JavaScript. Популярный JavaScript тілі, да? JavaScript is popular JavaScript library. Так,
болса дұрыс. 4 millisecond. For building user interfaces. Енді текст болсын, осы текстті тереміз. Interfaces. Бұны басқа тексттерді қойсаңыздар болады екен, осында simple бір текст болсын, например, сол темпді тексті біз теретін боламыз. Енді өзіміздің басқа функцияға көшеміз. Бұл жерде міндетті түрде константный текст, бізде текст емес, input текст болсын. Input текст, сосын set, міндетті түрде set басақ болады. Set input text. Set input text. Және түрде use деп қолданамыз, білесіздер. Енді келесі бізде const енді уақыт, time left болса, set time left. Бұл жерде use state и давайте 30 солайға. 30 деген не бізде? 30 дегеніміз 30 секундты білдіреді. Қаша? 30 секундты мағынасы. Келесі бізде const is a running қосамыз. Is set is running. Бұл бізде жасаватқан іс-әрекетіміз, және басында ешқандай іс-әрекет жасамаймыз, false болып тұрады. Басында false болып тұрады, ешнәрсе жазып отырмыз. И келесі давайте const set VPN. Бұл жылдамдығы VPN. Set VPN. Жылдамдық есептейді. Use state 0. Басында бастапқыда 0 деп тұрады. Енді істейміз use effectпен осыларды басқарамыз. Use effect естер осыны маңызды қолданылады. Use effect'тен сосын бұл use effect'та is run-ды қолданайық. Және time left. И мына жерге ішінен біз жазамыз. Егер is running және time left 0-ден үлкен болса, не істейді? Таймер константный таймер бізде тең болады set time out өзінішкі. Set time out функциясы. Оның ішіне бізде реакция бітеді. Set time left. Біз константный set time left сәтеді қой. Соны үшіде қойынамыз set time left. Және оның ішінде time left енді минус 1. Және 1000 миллисекунд. Жылдамдықпен таймер басталады. Және бізге қайтарады нені?
егер мысалы қайтарады басында бізде қойып тайм аут болады. Тайм аут. И бізде таймерді осының үшін саламыз. Қойып тайм аут. То есть уақыт таза қылады. Нөлден үлкен болса, миллисекундпен кетеді. Кейін бізге қойып уақыт автоматически таза қылады біткен кезде. Егер тағы да дальше if-тан кейін егер болса, ал егер болса else if time left нөлге тең болған жағдайда бізде уже не істейді? Жылдамдықты есептеп береді. Calculate деген осындай бір функция сөйлейді. Calculate BPM и set running false болады. Set running false болады. Уақыт нөлге тең болды. Бізде барлық тоқтатылады. Жылдамдық есептеу бізге көрсетіледі және set running, то есть процесс тоқтатылады. Set running біздің процессіміз. Енгізіп жатқан set is running. Мына жерде де басып көрсеңіз, set is running. Енді екеу жанды set is running. Жақсы. Енді use effect'ті жаздық. Use effect'тен кейін бізде не кететін еді? Use effect'тен кейін бізде как обычно handle кететін еді. Handle change. Басқару. То есть оқиғаны event'ті басқарамыз. Handle кетеді. Жаттауыңыздар всегда use effect'тен кейін всегда handle кетеді. Кнопка болса handle submit болады, бақылау болса handle change бақылаймыз. Егер is running біздің процесс set is running true, set is running true болады. Болмаса set input text не істейді? Белгілі бір event мән беріледі. Event'ке бір мән беріледі. Handle change жаздық. Handle change'тен кейін енді бізде мына бір функция бар еді. Calculate BPM, то есть жылдамдықты есептеу. Соны отдельно создадық. Константный, calculate BPM. Отдельно создадық. И блокта константный сөздері. Сөздерді есептейді. Кейін біздің input текстімізді print жасайды. Сосын у нас split. Әрбір сөздегі әріптерді бөліп бізге символ ретінде есептейді. Split кешірді. S плюс точка length. Және бізде set VPN бізде сөздерді көземіз екке. Яғни бұл неден сөз? Себебі жаздағы себебі 30 секунд 30 секунд ішінде есептеліп жатыр екен. 30 секунд ішінде есептеліп жатыр.
so'ndan da biz +2 qo'yamiz. Endi calculate bu jasaldi, handle change жақсы. Endi bizde ne давайте endi qaytadan bassa керек қой жаңадан, ya. Соны басқарайық. Handle давайте restart deydi. Qaytadan жаңадан басталу процесін басқарайық. Қараймыз, әрине. Оның ішінде әрине setting to text болады, ya. Барлық пустой болады. Жаңадан set time left бізде 30 секунд, 30-ға келеді. Бастапқыдан и set is running бізде false-ға келеді, ya. Бәрі restart болған кезде. Және set BPM бізде 0 болады. Сөйтіп, restart болған кезде осының барлық қайтадан бізге келеді. Так. Жақсы. Так, бұл start бәрін жаздық. Енді бізде не қалды? Return қалды, бұл. Так, константный функциялар бәрін жаздық. Енді бізге не қайтарады? Ең бастысы бұл функция. Функция handle submission бар. Осының ішіне жазамыз, ya. Давайте div-қа болсын. Div-қа сіздер, div-қа давайте class name берейік. Class name, давайте typing test container дейміз. Атпелесіз, container. Typing test container. Так, енді давайте бірінші бізде не болсын, заголовок болсын. Typing speed, ya, speed test заголовок болса. И бізде параграфта міндеттігі simple text болады, ішінде. Өзім, жаңа біздің сабақ еткен текст бар. Simple text деген мынау ғой біздің. Осы текст. Осы текст бізде экранда шығып тұрады. Сол тексті біз теруіміз керек болады. Яғни, оған классынан берейік. Классынан берейік, давайте оған simple text дейміз. Классынан берейсің. Так, осы текст болады. Осы тексті енді біз несеміз text area-ға жететін боламыз. Text area-ның өзінің атрибуттары болады. Солай жазайық. Бірінші атрибут бізде әрине мәні, осы бізде input text қолданамыз. Келесі бізде on change әрине бізде ол жаққа handle change қоямыз, ya. Handle change қолданамыз. Disabled қолданамыз да, ол жақта visual бізде time left нөлден болады. Так, и давайте placeholder болсын. Placeholder'да давайте тестқа қандай жазсын болады. Start typing here деген сияқты жазу болсын, ya. Осында жаз деген сияқты текст болсын. Так, text area-дан кейін давайте бізде не болсын? Параграф болсын. Параграфта давайте time left и мына жерге time left-тан неміземіз, ya. Параграф болсын. И бір не болсын? Жылдамдық, ya. BPM жылдамдық болсын. Бұл жерге BPM-де енгізетін боламыз. BPM, сосын бізге не керек? Кнопка керек, ya. Қайтадан бастау, рестарт жасау үшін бір кнопка керек болады. Оны қойып деймізде, бұл жақта handle start'ты өшіре қоямыз. Сондай handle start'ты өшіре қоямыз. И restart. Бұдан бастап.
Buradan başlayalım. Restart. Все. Export жасайық. Export. Default. Typing test ederiz ya. Typing test ederiz. Компонентimiz аты typing test. Сақтаймыз. И начали давайте импорт жасайық. Import typing test. Все, импорт жасадық. Енді бір осыны бір запускать етіп көрейік. Потом CSS-пен безендіреміз. Қалай көрініп тұр, сол қызық болып тұрмаған, сіздерге қызық болып тұрған шығар. Так, сайтын ішіне кірдік и npm start дейік. Давайте көрейік. Мінекейміз шықтыры, final өтеміз. Текст жазасыз мысалы. React is аны көресіз бе? То есть мына жазған кезде уже уақыт іске қосылады, түсініп тұрайық. 30 секундтан басталды. 30 секунд бітемегенше сіздер жазып жіберулеріңіз керек. Popular JavaScript library for building user interfaces. Білетін ба? Білетін. Тұк. Мәні. BPM, то есть жылдамдығым 20. Жылдамдығым 20, уақыт бітті, email тоқтады. Енді соссаңыздар болады. Өткен кезде жылдамдықтарын көрсетеді. Рестарт. Бізден 30 секунд болып тұрады. Қалай жазып бастайсыздар? Секунд бізге іске қосылады. Көріңіздер, иә? React is popular. Так, сейчас поясню. JavaScript. Уже мандраж болып отыр. Library for building user interfaces. Қайтадан жиырма. Түсінікті ғой, иә? Енді осыны бір безендейік CSS-пен. Әдемі көріну үшін, иә? CSS-ті қолданырайық енді. CSS-ті давайте осы компонент бізде typing test.js тұр ғой, соның қасына селектейік. Турасын өткен давай. Typing test.css деген. Енді CSS-ті сіздер білесіздер, бізде мынақта не істедік. Әрбіріне біз класс name береді. Осы класс name-дерді қолдану арқылы біз CSS-ті безендіреміз. Давайте typing test container ең біріншіміз. Ең бірінші классымыз осы. Давайте text align бізде давайте центрі болсын. Максимальный давайте ширинасы 600 пиксель болсын. 600 пиксель болсын. Margin давайте как обычно вот это очень 1 пиксель и авто қоямыз. Жақсы, енді внутренний отступтар барлық жағынан 20 пиксель болсын. Енді несі рамкасы қалыңдығы 2 пиксель болсын. Бір сызықты, солид бір сызықты. И давайте түсін мынандай түске қойып. Осы түске қойып. Енді рамкамыздың радиустары. Радиустарын бөлейік. Радиусы давайте 10 пиксель болсын. Пиксель болсын. И давайте background колор бізде мынандай түске қойылсын.
осыны сұрып түсті болсын. Бұл бізде ең басты контейнеріміз. Сақтадым. Еш нәрсе болмады. Өйткені біз не істемедік? Бұл жерге импорт жасамадық. Импорт деймізде typing test CSS да бұл жерге импорт жасаймыз. Оны көрдіңіздер, айтымы немен ранкымен безендірді біздің приложениемізді. Бұл бізде басты контейнеріміз. Біздің басты контейнеріміз. Енді давайте P, то есть sample text, біздің текстіміз, екінші текстіміз тоже бір безендірілсін. Соған бір не қосайық, sample CSS қосайық, sample text. Например, давайте оның размері болсын, давайте 18 пиксель болсын. И қалыңдығы давайте жирный болсын. И түсі давайте мынандай болсын. Түсі осындай болсын. Тексеріп көрейік. Міне көрдіңіздер, кішкене жирный болды и размері 18 өзгерді. Жақсы. Енді бізде text area біздің мән теретін тегімізде, осы тегқа CSS безендіріп қойсын. Text area дейміз. Text areaға давайте ширинасы 100% болсын. И давайте несі 100 пиксель болсын, высотасы. И фонт. Şimdi тексттің размері 16 пиксель болсын. Внутренний отступы. Асты үстінен барлығы жаман 10 пиксель болсын. И давайте рамкасы 1 пиксель болсын. Қалыңдығы бір сызықты. И түсі давайте мынандай болсын. Түсі осындай болсын. И давайте радиусын қойсақ, әдемі көрінсін. Радиусы давайте 5 пиксель болсын. Радиусы 5 пиксель болсын. Көрейік. Сақладым ба? Сақладым. Көрдіңіздер, жан жағы бізде радиусы 5 пиксель болды. И рамкасы сорт түсті, мынандай түсті болады рамканың. Сорт түстілеу и ішіне тексттің размері 16 пиксель. Енді кнопка қалды бізде, баттың. Текст ерияны сәндедік. Таймлап жазылады. Сәндесеңіздер де болады. Кнопканы сәндеп көрейікші. Кнопка. Баттың. Кнопка бізде ең бастысы. Сол рестарттың кнопка. Нәтижем давайте. Төбе жағынан отступ давайте 10 пиксель болсын. Padding 10 пиксель и 20 пиксель болсын. Асты үстінен. И давайте кнопканың артыңғы фоны мынандай болсын. Артыңғы фоны осындай болсын. И ішіндегі жазуы ақ түсті болсын. Енді несі болмақ болсын бізге. Рамкасы кереміз. Рамкасы болмасын. Но радиусы керек болады. Радиусы 5 пиксель болсын. Радиус 5 пиксель болсын. И курсор pointer болсын. Енді біз кнопкаға при наведении hover дейді. При наведении білесіз. То есть мышканы жақпатқан кезде кнопканың артыңғы түсі өзгерсін. Давайте мынандай түс қояйық. Осындай бір түске өзгерсін. Артыңғы фоны.
Mesela biz mышканы жақтырған кезде көрейік. Міне рестарт көрсетіп болды. Иә, өзгеріп жатыр. Кнопка өзгеріп жатыр. Рестарт. Вариант. Түсінікті ғой, вопрос. Осы мына видео жасайсыздар ғой. Мына қараңыздар, иә. Мына басқан кезде ғана көңілдерің жанды, ақынды. Несі? Рамкасы жанды, иә. Екен сіздер уже жаз басталасыздар деген сөз. Мына бассаңыздар, өшіп тұрады, бассаңыздар жаңа. Түсінікті ғой. Осы біздің бастапқы шағын ғана жобамыз. Қатеге неге тексеретін. 2. Иә, жылдамдығы екенінде өте нашар. 2003 жазған жоқпын. То есть менде 20 тоже сіз то есть әрбір жазған кезде ол неге дейін есептейді ғой. Жаңа мен бір JavaScript деген сөз қате жаздым, иә. Солармен қателерді қосып есептегендегі жылдамдық көрсетеді. Түсінікті ғой. Егер жылдам қатесіз жазсаңыздар 20 емес 100 болуы мүмкін, мысалы, 80 болуы мүмкін. Әрбір сөзде қатесіз жылдамырақ жазсаңыздар, жылдамдық сіздерде 20 емес, одан жоғары көрсетеді мүмкін, 80, 90, 100. Кішкене сасқалықтар, қате жазып қалды. Так, мынау біздің шағын жобамыз осы бүгінгі сабағымызда. Енді оқушылар, бізде тағы бір сабағымыз қалды. Ол бізде вторник болады, соңғысы. Сол соңғы сабақта да біз бір шағын жобаны жасаймыз, сонымен біз курсты тәмамдаймыз, иә. Сіздерге тестті бердім. Барлық сабақтар қайталайсыздар ғой, иә. Барлық өткен тақырыптарды, записывалықтарды қарайсыздар. Түсінікті ғой, иә. Сол жаңа тестті байқадыңыздар, кеше қатты қиын емес сұрақтар негізінде. Бір арасында ректорында келіп қалуы мүмкін сұрақтар, әрине. Сол ректорында және қарап қайталап несесіздер ғой, иә. Бүгінгі сабаққа кіргендеріңізге рахмет. Онда вторник күні соңғы сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Ау? Жүзі қатып отқан жоқсыз, иә. Соңғы сабақтан кейін ары қарай уже тестке дайындалу керек болады ма? Иә, тестке дайындаласыздар. Өйткені силабус бойынша мен уже бітірдім да. Силабус бойынша бізде, то есть тақырыптарды бітірдім, и силабус бойынша бір 5 проект жасауымыз керек болатын да. Алдыңғы проекттерді жасадық, бүгінгі уже 4-ші проект болды. И ертең вторник күні келесі сабақта соңғы бір проект жасаймыз, шағын. И болды, сонымен силабусты бітіреміз, иә. Силабус бойынша тамамдадық қой жалпы. Жақсы. Иә. Осымен бәрі бітті дейсіз. Иә, осымен сіздерді қимай жатырмын енді. Ары қарай бола берсе екен деймін негізінде. Ары қарай бола берсе екен деп. Иә, бір жағынан сіздерді қимағанда көңілім қынжылданып тұрды ше. Вторник соңғы сабақ деп айтуға аузым бармай тұр. Енді сіздерді қимаймын. Ағайсы, мен сұрасам бола ма? Тест қай уақыттарда болады? Тест осы айдың соңында деді маған. Осы айдың соңында деді. Өйткені қазір уже айдың ортасына келіп қалдық қой. Айдың ортасына келіп қалдық, енді 18-ден аяқтаймыз бұйырса. И сіздер ары қарай тестке дайындалып, иә, осы айдың соңында тапсырасыздар деп жатыр. Сіздерге сәттілік қой, әрине. Сіздер тесттен өтіп шықсаңыздар, біз қалай қуанбаймыз, қуанамыз ғой. Может, бірге жуамыз, бұйырса. Сол. Осы сұрақ тест бізде тест бізде по HTML, CSS, JavaScript полный или чисто ректордан тесттің сұрақтары? Полный болады, иә. Полный болады. Өйткені сіздер сабақ өткеніңізде HTML-дан басып өттіңіздер ғой, иә. Сіздер бекерден HTML-дан басып өтпедіңіздер. Өйткені кеше тестті көрдіңіздер, иә. HTML-дан келеді сұрақтар, CSS-тен де сұрақтар келеді екен. Полный келеді, то есть HTML-дан басталады, CSS, JavaScript и React. React-тан да сұрақтар келеді екен. Полный теорияны көтеріп тастау керек дейсіз ғой? Иә, полный теорияны көтеріп тастау керек, иә. Алдыңғы запись уроктары бар ғой сіздерде, алдыңғы мұғалімдеріңіз өткен, иә? Бәрі бар. Соларды қарап.
қайталап. Сол, жақсы онда. Мен осы айдың соңында онда. Иә, осы айдың соңында, иә, почта тапсырасыздар, аха. Все, онда сол, иә, келесі вторникта кездескенше. Иә, келесі вторникта көңіл босап қалмаса, сізге қимай. Көрсеңіз енді, иә. Жақсы, давайте, аман болыңыздар сіздер. Ораза, иә, жақсы, Рамазан айы құтты болсын, ораза қабыл болсын.